Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Карпатка деп аталатын торттың рецептісін ұсынамын. Дәмі тура балмұздақтай, өте жұмсақ, тәтті әрі нәзік болып келеді. Бұл торттың кремін Карпатка тортына, медовикке және Наполеон тортына пайдалануға болады. Ең алдымен қайнатпалы қамыр жасаймыз. Ыдысымызға сүт, су құямыз және сармай салып, орташа отқа қойып, сармай әбден ерігенше күтеміз. Сармай ерігенде отымызды баяулатамыз. Ыстық массаға ұн салып, тез-тез араластырамыз. Қамырымыз бірігіп, біртұтас болып жиналуы керек. Қамырымызды ыдысқа салып суытамыз. Суыған қамырымызға жұмыртқаны бір-бірден салып, масы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Миксермен араластыруға да болады, немесе мен сияқты ағаш қасықпен де болады. Қамырымызға жалпы саны 4 жұмыртқа қосамыз. Қамырымыз осындай кішкене қою болып шығуы тиіс. Пергамент қағазы төселген ыдысымызға қамырымыздың тең жартысын салып жаямыз және 180 градусқа қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің қамырымызды әдемі, ерекше көтеріліп пісті. Бұл торттың рельефі Карпат тауларына ұқсағандықтан Карпатка деп атау қойылған екен. Енді кремін дайындаймыз. Ыдысымызға сүтті құйып, орташа отқа қоямыз. Сүт ысығанға дейін секерімізге ванильді қосып араластырамыз. Оны жұмыртқаға саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап бәрін біркелкі араластырып болған соң, картоп крахмалын салып, осындай сұйық әдемі масса шығуы тиіс. Отқа қызып тұрған сүттің тең жартысын алып, осы массамыздың үстіне жайлап баппен құямыз. Ысы сүт құйылып жатырғанда венчикпен араластыруды тоқтатпаймыз. Осы шыққан ыстық массамызды газда қалған жарты сүтімізге жайлап құямыз. Венчигіміздің көмегімен жай баяу отта торттың кремін араластырып, қайнатып қоюлатамыз. Көріп тұрғаныңыздай артық ылғал бумен шығып, осындай қою крем пайда болады. Кремнің бетін пищевой пленкамен жауып, суытып қоямыз. Бөлме температурасындағы сарымайды миксермен жұмсақ, әппақ, үлпілдек күйге енгенше араластырамыз. Дайын болған сарымайға суыған қайнатпалы кремімізді аз-аздан қосып, миксермен араластырамыз. Аз-аздан қосамыз, себебі аздап қоссақ, креміміз өте жұмсақ болып шығады. Орысша воздушный, нежный болып шығады. Барлық крем араласып болған соң, лимон шырынын қосып, тағы бір мәрте жақсылап араластырамыз. Бізде осындай керемет, жұмсақ, дәмді крем шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші коржымызды салып, үстіне барлық кремімізді тегіс етіп жағып, келесі коржымызды абайлап, кремнің үстіне саламыз. Қолымызбен сәл-сәл басып, тоңазытқышқа 3 сағатқа салып қоямыз. Тортты мен қант ұнтағымен әсемдедім. Қаласаңыздар жеміс-жидектермен де әсемдеуге болады. Сіздермен бірге болған асхана әлемі, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.